Армысыз құрметті көрермен, Рамазан айында ораза ұстау арқылы денемізден шлактар мен токсиндерді табиғи және тиімді жолмен шығара аламыз және ағзамызды сауықтыра аламыз. Бірақ ол үшін ауызашар уақытында дұрыс тамақтану, яғни фастфуд және қуырылған тағамдармен, сонымен қоса артық тамақтанудан мүмкіндігінше аулақ болуға тырысыңыз. Ораза уақытында су көп ішіп, құрамында кофеин бар өнімдерден аулақ болыңыз. Күніне кемінде 6 сағат ұйықтауға тырысыңыз. Бірақ есте сақтаңыз, егер сіз 6 сағаттан көбірек ұйықтасаңыз, бұл сізді жалқау етеді. Сондықтан сәттіліктің кілті баланста. Бүгінгі видеода оразаның пайдасы туралы айтатын боламыз. Алла бізге оразаны парыз еткен болса, ол бізге екі дүниеде де пайдасын алып келеді. Рамазан айында тек сауапқа кенеле қоймай, денсаулығымызды да әлде қайда жақсартамыз. Бүгін біз оразаның адам ағзасына әсері туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын, дәл сіздің каналға тіркелуіңіз қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосып, бізді шабыттандырады. Ораза адам организміне өмірлік маңызды әрекет болып табылады. Сонымен, оразаның бізге алып келетін пайдасы қандай? Ең бірінші, ескі жасушалар жаңа жасушалармен алмасып отырады. Яғни, организмге қажетсіз жасушалар өліп, оның орнына жас жасушалар пайда болады. Оразаны адамдар жылына бір рет, бір ай ұстайды. Күніне 14-15 сағат аш жүріп, әлденіп өзіне келуіне бірнеше сағат беріледі. Бұл уақыт жасушалардың жаңару уақытына өте қолайлы болып келеді. Адамның қарны аш кезде ескі жасушалар өліп, және бұл аштыққа қарсы тұру үшін адам организмі өте белсенді жұмыс істейді. Сондай-ақ, ораза организмнен тас, артық май сияқты керексіз заттарды жоюға мүмкіндік береді. Ол туралы алдағы уақытта айтып кетеміз. Ораза организмді улы заттардан тазартады. Яғни, қазіргі кезде азық-түлікті ұзақ сақтау үшін әртүрлі химикаттар пайдаланатынын барлығымыз білеміз. Бұл заттар асқазанға түскен соң майдың ішінде сақталып тұрады. Көп уақыт бойы тамақтанбау ол заттардың еруіне алып келеді. Және залалсыздандыру қызметін атқаратын органдарды, яғни бауыр мен бүйректің жұмысын жеңілдетеді. Оған қоса, ауыз бекітер алдында тек пайдалы тамақ жесеңіз, иммунитетіңіздің әрдайым жоғары болуына алып келеді. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің дем алуына мүмкіндік береді. Дегенмен, адам организмі өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақты қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенімен, сөл бөлу процесі қалыпты жағдайда өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесін жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Бірақ бір ескерте кететін жайт, ораза ұстаған кезде асқазан қышқылдық бөлуді тоқтатпайды. Яғни, асқазанында жарасы бар адамдар ауыз бекіту кезінде абай болуы қажет. Қант ауруы, яғни диабетке қарсы тұру үшін дәрігерлер ораза ұстауды ұсынады. Және бұл химиялық дәрілерді қолданбай-ақ қант диабетіне қарсы тұрудың жолы екендігін медицинаның өзі дәлелдейді. Себебі ораза ұстау кезінде организмдегі қант мөлшері барынша төмендейді. Ораза ұстағанда ұйқы безі демалады. Ал ұйқы безі организмге өте қажетті гормон инсулинді бөледі. Инсулин крахмалды глюкозаға айналдырады. Ал егер адам ұйқы безінен бөлінетін инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, ол ұйқы безінің бұзылуына алып келеді. Ал егер ол асқынып кететін болса, ол жердегі қант бүкіл денеге тарап, адам қант диабеті ауруына шалдығады. Қазіргі кезде қант ауруына шалдыққан адамдарды көп елдерде химиялық дәрілерді қолданбай-ақ ораза арқылы емдеу дұрыс екенін медицинаның өзі дәлелдеп отыр.
Оразаның подагра ауруына, яғни жиналған тұзды емдеуге пайдасы туралы айтайық. Бұл ауру етті тағамдарды көп пайдаланудан пайда болады және шектен тыс тамақ жеген кезде буындардағы протеиннің азаюына әкеледі. Ал бұл жағдайда аяқтың бас бармағына несеп қышқылының жиналуына соқтырады. Адам подагра ауруына шалдыққанда жаңағы буындар ісініп, қызарып, ауырта бастайды. Сондай-ақ қан құрамында несеп қышқылдары көбейіп, ақырында бүйректе тас жиналуына әкеледі. Сондықтан бірнеше уақыт тамақ ішпей, су ішпей жүру бұл ауруды емдеуге жақсы жол. Оразаның тері ауруларына пайдасы туралы білгіңіз келсе, видеоны әрі қарай көріңіз. Ауыз бекіту кезінде тері ауруларын емдеуде де тигізетін пайдасы аз емес. Себебі ауыз бекіткен кезде қандағы судың мөлшері азаяды, яғни терідегі су азаяды деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды организмдермен күреседі. Терінің майланып, аллергияға қарсы тұру мүмкіндігі жоғарылайды. Сонымен қатар, оразаның қан қысымын түсіру мен бас ауруына пайдасы да бар. Ауыз бекіту қан қысымын түсіруге және қанды қоюлататын табиғи өнім болып саналады. 1975 жылы Аллан Кот есімді медицина ғалымы ораза туралы еңбек жазады. Және сол еңбегінде былай дейді: ораза ұстау адамның ас қорыту жүйесі мен орталық жүйке жүйесінің физиологиялық тұрғыда демалуын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ организмдегі зат алмасуды реттейді. Сонымен қатар бүйректегі қант, терінің астындағы майларды ерітеді. Қарап отырсақ, Алла тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы тек ақыретімізді емес, осы дүниеде де деніміздің сау болғанын қалаған екен. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыз.